Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. А2 базалық деңгейдің жаңа сабағын бастаймыз. Сіздермен сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Панфилов аудандық филиалының меңгерушісі Аслан Маратұлы Қалибеков. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы әйтеуір сол қыз бір сұлу. Грамматикалық тақырыбымыз дан кейін, соң. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Арық, бас, бет, бой, бұйра, егіз, ерін, кекіл, келбет, қой көз. Грамматикалық тақырыбымыз дан кейін, соң. Кейін, соң сөздері өзінің алдында тұрған есімдіктің шығыс септігінде тұруын қалайды. Мысалы, бұл жұмысқа бізден кейін Айгүлдер орналасты. Содан соң не болды? Шығыс септіктегі сөзге кейін, соң сөздердің тіркесуі арқылы қимылдың, іс-әрекеттің орындалу мезгілі анықталады. Мысалы, жиналыстан кейін құжаттарды дайындадым. Бір айдан соң іс сапарға барамын. Тыңдаңыз. Білмеймін, аққұбама қара мекен, мейірім бір көргенде қана мекен. Кеткезіп, аудан қоймай жүргенімде, япырмай қайсы ауылдан табам екен. Ай сұлу әлде нұр сұлу, жан сұлу әлде күн сұлу. Атын білмей көр болдым, әйтеуір сол бір, әйтеуір сол бір, әйтеуір сол қыз бір сұлу. Ай сұлу әлде нұр сұлу, жан сұлу әлде күн сұлу. Атын білмей көр болдым, әйтеуір сол қыз, әйтеуір сол қыз, әйтеуір сол қыз бір сұлу. Әйтеуір сол қыз, әйтеуір сол қыз, әйтеуір сол қыз бір сұлу. Тиісті сөздерді жазыңыз. Тексеріңіз. Мағыналары қарама-қарсы сөздерді жазыңыз. Мысалы, аласа, биік. Тексеріңіз. Аласа, биік, арық, толық, дейін, кейін, аққұба, қара торы, жұқа, қалың, айырмашылық, ұқсастық. Сабақ аяқталды. Үй тапсырмасы, жұмысқа қызметкерлерді қабылдау тақырыбында сұхбат құрыңыз. Сау болыңыздар.